саққа сақина тағудың үкімі қалай? Сақина тағуға келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Бір адам мешітке кіріп келіп, алтын жүзік тағып келіпті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп айтады: "Ей халайық, не болды сіздерге? Мен сіздерге мына екі нәрсені еркекке арам еттім ғой. Біреуі жібек мата, біреуі алтын" деп айтқан екен. Содан әлгі кісі алтынын халқың көзінше шешіп алып қалтасына салып кетеді. Ертеңіне мыс жүзік тағып келеді. Пайғамбарымыз айтады: "Халайық, не болды сіздерге? Мен сіздерден христиандардың белгілерін көріп тұрмын" дейді. "Не болды сіздерге?" деп осы христиан нәрсесін айттыңыздар, мысқа ұқсап дегеннен кейін ол кісі мыс жүзігін қолына шешіп тастайды. Ертеңіне темір жүзік тағып келеді. Енді сәнқой кісі ғой, енді қайтсын. Пайғамбарымыз айтады: "Не болды сіздерге? Мен сіздерден дозақ адамдарының амалын көріп тұрмын, заттарын көріп тұрмын" дейді. Дозақта адамдарды темірмен жүгенделеді деген аяттар бар ғой. Оны да шешіп тастайды. "Күміс жүзік тағыңдар" дейді пайғамбарымыз. "Және ол 3 мысқалдан аспасын" дейді. Сондықтан күміс жүзік тағу еркекке болады, барлық саусаққа тағуға болады. Бірақ сол қолдың шынашағына таққан сүннет амал болады. Пайғамбарымыз осы шынашағына таққан сол қолының. Қалған қолға да тағуға болады, сахабалардың таққанынан.